Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен біз үй жағдайында асқабақ пен картопты, яғни ақтүйнекті әдемілеп қуыратын боламыз. Ең алдымен өзімізге қажетті көлемде көкөністерді алып, қабығын ашып, жақсылап жуып аламыз. Мен барлығын ашып болғаннан кейін жуып алдым. Енді асқабақты осылай үлкенірек етіп турайтын боламын. Себебі асқабақ піскеннен кейін жұмсарып, езіліп кетуі мүмкін. Осылай картоптарды турап аламын, пиязды және сарымсақты турап аламыз. Табамызға майымызды құйып, ең алдымен сарымсақты 1 минуттай жеке өзін қуырамыз. Сол кезде сарымсақтың иісі шығып, кішкене сарғая бастайды. Оның үстінен енді пиязымызды салып, тағы да 2-3 минут қуырып отырамыз. Майымыз қызғаннан кейін отыңыздың астын кішкене түсіруіңіз керек. Себебі қатты отта тұрса, сарымсағымыз бен пиязымыз күйіп кетуі мүмкін. Енді үстінен бірінші картопымызды салып, 10-15 минуттай картопымыз қызарғанша қуырып алатын боламыз. Оның үстінен асқабақтарды салып, тағы да 10 минуттай қуырамыз. Енді үстінен тұз және өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен тұзды және паприка дәмдеу үшін қостым және осылай араластырып, енді қақпағын жауып қалдыратын боламын. Ешқандай суды қосудың қажеті жоқ, себебі асқабақтың құрамындағы өзінің суы шығады және осылай буланған кезде тағы да су бөлініп, жақсы пісетін болады. Ескерте кететін жағдай, қақпағын жапқаннан кейін біз тағамымыз дайын болғанша баяу отқа қалдырамыз. Астын міндетті түрде оттың төмендетулеріміз қажет. Міне осылай жұмсақ, өте әдемі дәмді болып шығады және витаминге толы тағам болады. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал тағамды әрлеу әр келіншектің өзінің ойына, идеясына, фантазиясына байланысты. Мен осылай үйдегі көк шөптерді салып, жақындарыма ұсындым. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.